күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз деген бір аптадан бері далаға шықпай, бүгін далаға шықтық. Бізде 47 градус суық болып, сонымен сабақтың бәрі астмена болып, үйден шықпайтын. Бүгін шықты, бүгін сабақ болады. Мұнда бізде Айым, Аяла, коляскада Таймирис. Айым сабаққа барады, Айым. Қазір сол Айым сабаққа шығап салайық деп тұрмыз. Аларды кішкене далаға шығармасам қанша күні бері далаға шықпай, тазаға жұтпай. Қараңдар, екеуі қар ұстап жатыр. Суық қой, Аяла суық қой қар. Қолын тоңды ма? Ұстамаса енді, қолғаптарын кимепті. Мұнда Айым. Қайсына? Мысық тырнап тастаған ба? Қандай мысық тырнаған? Аяла ма? Қой, ол мысық емес екен ғой. Ұстамашы енді, қолын тоңды ғой. Мұның қатып қалған қыз. Дала деген бізде осындай болып тұр. Әлі де аяз бар. Далада қатты басылған жоқ. Бүгін минус 27 градус болып тұр. Ұстаман, анау жең бәр су болады ғой, Айым. Ішіне кірді қолың жаққа қарай, қара. Су болады тоңасына сосын. Болды, ұстама. Қазір Аяла екеуміз дәлше жұмыстарымызды бітіруге барамыз, сосын үйге келеміз. Бұнда бізде Таймирис жатыр. Таза ауада рахаттанып ұйықтап жатыр. Далаға шықпаған біраз бұлттан ұйықтамай қалды. Жаурадың ба? Мұны қызарып қапты. Айым бізде сыныптасын күтіп тұр. Папасы машинамен апарат бүгін. Біздің папамыз жұмыста, Олар деген әлі шықпай жатыр ғой. Тоңып қалдық. Сол, Аялашка не істеп жүрсің? Аяла не істеп жатсың? Қолыңды қалтаңа сал. Жаурайсың. Біз кете береміз, Айым сен өзің күтіп бара бер, Ала тоңып қалды. Жүр, Аяла кеттік. Аяра күйініп жатыр екен. Жүріңдер. Біз тірліктерімізді бітірейік деп кете береміз. Айым өзі барады. Айым звондаймын саған. Звондамай-ақ қой, кешке звондаймын, Давай. Ал біз кеттік, шаруалатып. Пока. Тестер барып керек. А то деген тоңып қалар, Таймирис қимылдамай ұйықтайды. Қалың киінген, все равно шығарап қалуы мүмкін. Жаным сол. Ақылдың сол. Келеді ғой кешке. Ақылдыларым сол. Суығын-ай, суық қой, кәдімгідей суық болып тұр ғой дала, Қар жоқ, но аяз деген қатты қысып тұр ғой. Қолың жаурады ма? Қалтаңа салып ал қолыңды. Салмайсың ба не? Салсай? Капюшон кигізейін ба? Жоқ. Давай. Жұмыстарымызды бітіріп, үйге қарай келе жатырмыз. Аяла, как всегда, магазин деп келе жатыр. Магазинге кіресің ба? Жоқ, Магнумға кірем дейді. Магнум бізге жақын болған соң Магнумға кірді. Қазір Магнумға кіреміз. Киндер алады жасыл. Киндер бұны айтып жейтіні. Сабақтан келіп, өзіне осындай пицца пісіріп алды. 8 ба? Айым, айтып жүрші, не қостың? Майонез, кетчуп, колбаса, сыр. Колбаса, сыр и нан, нанның бетіне өстіп істеп, духовкаға салды, енді өзі рахаттанып, жеп отыр. Солай, мұнда бізде Аялашка, как всегда, боянып алған, красавица. Мұнда бізде Тамишон деген қыз жылап жатыр, Таймирис деген қыз жылап жатыр. Ал мені дейді, көтер дейді, бұл уже жатпайын дейді. Достар, біздің видео әлі жалғасады, Бізде мұнда Айым сабақ оқып отыр. Математикадан есеп шығарып отыр.
БЖБ, ТЖБ деген басталды, иә. Жылдың соңына қарай 2-ші тоқсан бітіп жатыр. Балалар, сендер де ТЖБ, БЖБ тапсырып жатсыңдар ма күніге? Біздің айым сияқты шаршап. Мұнда бізде Аялашка отыр. Мына Настяның не құдіреті бар екен деймін да. Телевизордың ішіне кіріп кететін сияқты көреді ғой. Аяла бері отырса кішкене артқа қарай. Қатты жақын отырсың ғой. Бері жақын отыр. Жақсы көреді Аяла осыны көргенде. Мен ет пісіріп жатырмын. Қойдың етін. Аяла қамыр жақсы көреді. Амында айымға картошка қуырайын деп жатырмын. Картошка емес, ет емес. Қамыр ма? Қамыр. Сен қамыр жақсы көресің ба? Иә. Бізде айым деген қамыр жемейді, сол үшін айымға картошка қуырайын деп жатырмын. Только саба оқып болып, бұл қамыр жейді. Пиццасын жеп алды, иә? Сол балалар, видеоның соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Пока. Пока. Канал пока де. Пока-пока.